Неге бар ашуыңызды, бар көрген қасіретіңіздің барлығын неге барып балаға төге бересіз? Сіз жақсы көрмесеңіз, әкесі жақсы көрмесе, ол баланы кім жақсы көреді? Ал ол бар болғаны бала. Сол балаға сіз жігерлендіре алмасаңыз, сіз қолдау білдіре алмасаңыз, сіз жақсы көре алмасаңыз, қоғам оны жақсы көре ала ма? Қоңырбаева Сараш Сахиқызы, Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының қауымдастырылған профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты. Жалпы балалар депрессияға неге ұшырайды? Депрессияға ұшыраған баланың ерекшелігі неде? Кез келген жас бұл дербес өмір сүре алмайды. Үнемі біреуге тәуелді болады. Сенімсіздікке бойырады, күресуге қабілетсіз болады. Ешқандай шешім қабылдай алмайды, арманы өшеді. Мен өзімнің тәжірибемде, педагогикалық тәжірибемде осындай балаларға қатысты, ата-анаға қатысты жағдайларды өте көп кездестірдім. Соның бірінде, мысалы, бір мектептің оқушысы сабаққа келмейді екен. Оны сынып жетекшілері де үнемі айтып келеді, сабаққа келмей жүр деп. Бір күн шешесі келіп, баланы мектептен тауып алып, сыныптан тауып алып келіп тұр, мына бала үйге қонбайды деп. Үйге қонбайды, бұл осындай, бұл әкесімен тастап кеткен, бұл әкесіне ұқсайды, әкесі де осылай үндемей тұра беретін деген нәрсені айтып, баланы жеп жатыр енді, менің көзімше. Пәлен күннен кейін қолына түскен бала болғаннан кейін солай жасап тұрма. Сосын ана баланы қарап тұрып аяп кеттім. Баланың бір-ақ ауыз айтқан сөзі болды шешесіне: сіз өзіңіз кет дедіңіз, кеттім ғой енді деп сөйлейді. Сосын баланың анасын шығарып жіберіп, баланың өзімен сөйлесіп отырмын. Қайда болдың? Үйіңнен қашып қайда болуы мүмкін десем, досымның үйінде болдым. Жақсы, баламен біраз сөйлесіп болғаннан кейін ата-анасын шақырып жатырмын, анасын шақырып жатырмын. Анасына сұраймын: балаңызға неге соншама, қанша уақыттан бері көрген балаңызды көргенде бір құшақтау жоқ, жақсы көру сезіміңіз жоқ, тағы неге ұрсып тұрсыз? Ол бала сізден қорқатын жастан кетіп қалған бала, және оның мінез құлқында сізді қорқу деген сезім жоқ онда сізден. Оның мінез құлқында сізден қорқу, сізден тайсалу деген жоқ. Неге балаға соншама зәріңізді төгесіз деп. Содан шешесі жылап жатыр: әкесі мені тастап кеткен деп. Бұл әкесінен аумай тұр мінезі. Сосын айттым: менің айтқанымды тыңдамайтын болсаң, әкеңе кет дедім, мен үйден қуған жоқпын оны деп. Сосын мен айтам: күйеуіңіздің кеткеніне өкінесіз, бірақ күйеуіңізді қайтару қолыңыздан келе ме өзіңіздің? Келмей тұр ғой. Ал енді сізден туылған кішкентай бала сізге күйеуіңізді қайтарып әкеліп бере алмайды ғой. Неге бар ашуыңызды, бар көрген қасіретіңіздің барлығын неге барып балаға төге бересіз? Ішкі уайымыңызды. Өзіңіз шығатын жол таба алмай тұрғанда ол бала сізге жол көрсетіп бере алмайды ғой. Әулие емес, данышпан емес, дәрменсіз бала ол. Оған сіздің аржағыңызда екі есе батады. Әкесінің кетіп қалғаны батады, және сіздің осындай көңіл күйіңіз оны жанын жаралағандықтан бала үйден кетіп қалуға душар болып тұр. Сондықтан сіз жақсы көрмесеңіз, әкесі жақсы көрмесе, ол баланы кім жақсы көреді? Ал осы бала өз-өзіне қол жұмсап өмірден кетіп қалса, сізге жеңіл бола ма? Жоқ, айта көрмеңіз деп егіліп жылайды. Біздің ата-аналарға педагогикалық та, психологиялық та білім және мәдениет керек. Бәрі ойлайды ғой, мен өзімнің табысым бар, қалаған мамандығым бар, сонымен нанымды тауып жеп отырмын, отбасымды асырап отырмын деп. Бірақ бала тәрбиелейтін, мынандай күрделі қоғамда өмір сүріп жатқан ата-аналар бұл бала тәрбиесі үшін педагогиканы да, психологияны да білу керек. Бұл тек қана бала тәрбиесі үшін емес, қоғамда өзін табу үшін, адамдармен тіл табысу үшін, тіпті өзіңіздің бойыңыздағы көптеген кемшіліктерді
жөндеу үшін де осы ғылымдарға жүгіну керек. Соның ғылыми теориялық негіздеріне бармасаңыз да, тым болмаса не болады, не болмайды, неден сақтанған жөн деген нәрселер жөнінде көбірек ізденіп біліп жүру керек. Сонда сіздің балаңыз осы қоғамнан қалмайтын болады, сіз өзіңіз де қоғамнан қалмайтын боласыз. Тағы бір мысал, мына балалардың депрессияға ұшырайтын жағдайы жөнінде айтқым келеді. Ата-аналар көп қателіктер жібереді. Бір ата-ана баласын әкеліп тұр, бала сабаққа қашып келмей жүреді, сол баланы алып келіп тұр, ұстап. Соны сөйлесіп жатырмыз, неге бала сабаққа келмейді, қайда жүр бұл, ата-анасы ретінде сіз білдіңіз бе деген сұрақтар қоямыз ғой енді. Сонда ата-ананың айтқаны, баласын жерге тығып жатыр. Бұл сүмелек, бұны классындағылар, сыныбындағы балалардың бәрі жек көреді, бұны менсінбейді деген нәрсені. Сол жерден тоқтаттым да, баланы шығарып жіберіп, әкесіне сөйлеп жатырмын да. Сіз туған балаңыз ба деп? Иә, туған балам. Сіз қалай балаңыз сондай менің көзімше жерге тығып тұрсыз? Тіпті оңашада да баланың солай жүрегін жаралауға бола ма? Мен сізге сол нәрсені, жаңағы айтқан сөзді мен сізге айтсам, сіздің жаныңыз қайралып, бірден батырлық сезім пайда болып, өмірдегі проблемалардың барлығын шешетін адамға айналып кетесіз ба? Айналып кете алмайсыз ғой. Ал ол бар болғаны бала. Сол балаға сіз жігерлендіре алмасаңыз, сіз қолдау білдіре алмасаңыз, сіз жақсы көре алмасаңыз, қоғам оны жақсы көре ала ма? Қоғам жаңа барған ортасы қабылдамаса да, бала үйінде ата-анасының жақсы көретінін білу керек. Тіпті ата-анасы әлпештеп отырған балалардың өзі жаңа мектепке барғанда, жаңа сыныпқа барғанда, тіпті бұрыннан жүрген сыныптың ішінде баланың бір кемшілігін, қателігін көрген уақытта балалардың арасында күлкі болып, қазіргі тілмен айтқанда буллингке түсетін балалар өте көп. Сол балалар тіпті жан жарасының ушыққаны сондай, тіпті бұтына жіберіп қоятын, үлкен дәретін жіберіп қоятын жағдайға шейін барады. Бұны ата-аналар о балаларды ұрып соғып, саған не болды, жынды болдың ба, сен неге өйтіп жатсың? Ол баланы тығырыққа тіреу. Балаға махаббат жетіспей жатыр. Ол өзінің қатарларының арасында да өзінің бағасын ала алмай жатыр. Орнын таба алмай жатыр. Бағасын алу түгіл, орнын таба алмай жатыр да. Ал үйдегі ата-ана оған қысым көрсететін болса, баладан айырылдыңыз деген сөз. Баланың мінезінің бұзылу себептері де қарапайым емес, адамның жанына бататын осындай мысалдардан тұрады, осындай оқиғалардан тұрады. Балалар депрессияға ұшырайды. Қазіргі қоғамдағы өз-өзіне қол жұмсау деген мәселелер де көп жағдайда осындай ортаның қабылдамауынан және тіпті ата-ананың өзінің ішінен шыққан баласын түсінуге тырыспауынан, бар ашуын, ызасын баладан алудан шығады деп ойлаймын. Жалпы қазіргі қоғамда біз баланың мінез құлқын өзгертуге тырысуымыз керек. Бірінші әрине оған ата-аналық махаббат керек, педагогқа педагогикалық мәдениет керек, өзінің білім алушы алдында отырған балаларға бір тірі ағза ретінде қарап, өзінің жан күйін балаға бере алатындай, жақсы көре алатындай, жақсы көрмегеннің өзінде оны сыйлай алатындай, адам ретінде сыйлай алатындай қарым-қатынас жасау керек. Ал ата-ана тарапынан ата-аналық махаббат, мейірім үнемі болу керек, оны жоғалтып алмау керек. Оны жоғалтқан күні сіздің отбасыңызда күйзелістердің көкесі басталады. Енді бірінші қадам өзара теңдік, сыйластық, түсіністік орнату. Екінші қадамда күтпеген әрекеттің себебін түсіну. Қандай да бір жағдай болсын, бұл неге, себебі неде болды, сен не істемедің, енді не істеуіміз керек деген мәселелерді қарау. Үшінші қадам оған өзінің жағымсыз әрекетінің себебін түсінуге көмектесу. Төртінші қадам бұл проблема туындайтын жағдаяттың алдын алу, ескерту. Мысалы, балалар жаңа мектепке барады, жаңа сыныпқа барады, тіпті киімін өзгертіп барғанда да, кейде тіпті таңдауы бүкіл сыныптан бөлек болған үшінде балалар
ортаға қабылданбай қалуы мүмкін. Соның себебін біліп, тіпті қандай негатив жағдайдан да балаға позитив тауып беру. Мысалы, мынандай жағдай болды. Менің немерем өзінің тобында жалғыз өзі Барселонаны таңдайды. Бүкіл балалар Мессидің киімімен басқа киім таңдаса, бұл бала Барселонаның жаңағы кейіпкерін, басты кейіпкерімен футболка киіп тұр. Біз сол үшін немеремізді мақтадық. Ал сол үшін сыныптың ішінде баланы қабылдамаушылық болған екен. Біз айттық, ешкімге ұқсамайсың, сен өзіңнің қанша баланың ішінде өзіңнің ойыңды ашық айтқанның өзі мықтылық. Сондықтан өзіңнің пікіріңді, өзіңнің қалауыңды айтып мойындата алу деген үлкен ерлік деген нәрседей, сонымен позитив бере алдық деп ойлаймын. Сол сияқты проблеманы дұрыс шешудің жолын көрсету. Балаға да мынандай жағдайда былай істеген дұрыс, мынандай жағдайда былай істеген дұрыс. Үнемі қарсылықта жүру, үнемі жалғыз өзі бөлек қалу деген нәрсе балаға дұрыс емес екен. Дос табуға бағыт бағдар беру керек. Міне, баланың мінез құлқын өзгертуге ата-ана тарапынан, жанашырлар, педагог тарапынан үнемі қолдау болу керек. Көп жағдайда біздің педагогтарымыз негізгі фокусты білім беруге, сауаттылыққа, қазіргі білім берудегі көп беріліп жатырған көп тапсырмаларға фокусты салады да, тәрбие жұмысын кейінге қалдырады. Тіпті сыныптағы қарапайым осы балалардың мектеп ішіндегі буллингке түсу, олардың зорлық зомбылыққа тап болуы, шеттетуге, кемсітуге, мазақ болуға тап болуының барлығын қарапайым нәрсе, балалар үйреніп кетеді, өзін өзі дәлелдеп кетеді деген нәрсемен қарайды. Бұл педагогтар тарапынан бір үлкен қателік. Сондықтан кез келген сынып жетекшісі баланың мектептегі ата-анасы, ата-анадай жанашыр бола білу керек, және жаңадан келген балалардың ортаға дұрыс қабылдануы деген мәселеге үлкен жауапкершілік алу керек кез келген сынып жетекшісі. Жалпы баланың өзгеруіне не көмектеседі дейміз? Баланың бойындағы қабілеті, өзінің қызығушылығы, дарыны неде екенін түсіндіру. Баланың өзі түсінген жағдайда өзінің бағытын таба бастайды. Өз мүмкіндіктерін шынайы бағалау. Балаға өзінің мүмкіндіктерін шынайы бағалауға үйрету. Бала, мен сондай болам дейді, бірақ өзінің қатарындағылардан өзінің қабілетінің төмен екенін білгеннен кейін, оған көп жаттығудың қажет екенін білгеннен кейін, оған күш қуатының жетпейтінін білгеннен кейін, көп жағдайда күйзелістерге тап болады. Сондықтан баланың не істеу қажет екенін, өзінің күшін, қабілетін шынайы бағалауға үйрету. Өзі әрекет жасауына, өзінің шешім қабылдауына мүмкіндік беру ғой. Өз қабілетін, өзін өзі басқару қабілетін дамыту. Мен мынаны көрсем қайтеді, мына жағынан көрсем қайтеді деген ойды білу. Сол сияқты ойлануға дағдылану. Бала, мен кіммін? Мен не істей аламын? Бұл жағдайдан қалай шығамын? Не істегенім дұрыс деген нәрсені үнемі ойлап, сондай бір стратегиялық, перспективалық жоспарлар құрғаны дұрыс. Соған мүмкіндік тауып беру. Өз уақытын тиімді қолдану. Уақытты басқару. Бізге қазір мынау телефон деген нәрсе бүкіл бала тәрбиесіндегі бірінші дабыл қағатын нәрсе. Телефонда отырып көп уақытын жоғалтып алады. Балалар содан денсаулықтан да айырылып жатыр. Балалар сонымен күйзелістің де көкесіне түсіп жатыр. Уақытты жеткізе алмай жатыр. Осы нәрседен біз көп болып шығатын жолды ескеруіміз керек. Ол өз алдына үлкен бір тақырып деп ойлаймын. Және балаларға мақсат, міндет қойып, соны нақтылауды үйрету. Және өзгелермен тіл табысудың үлкен өнер екенін білу. Өзгелермен тіл табысу. Біз қарапайым үйге келгенде, үлкен кісі келгенде амандас, сөйлес, баласына көмектес, кішкентайды ойнат деген нәрсені балаларға жүктей білмейміз. Балалар өз бетінше телефонмен үндемей отырса, біз де үндемей өзіміздің әңгімеміз шеше берсек, дүние шешіліп жатқандай көрінеді. Бірақ біз үнемі
ата әже болғанша өзіміздің ізімізден ерген ұрпағымыздың не істеп жатқаны барлығы біздің бақылауымызда болу керек те, соны үнемі қадағалап отыруымыз керек, соған жауапкершілік алуды ұмытпауымыз керек. Және балалардың өзгелермен тіл табысуына бағыт бағдар беру, тіпті оның иерархиясында өзгерту баланың өзгеруіне не қылады, көмектеседі екен. Жалпы қазір қоғамдағы бір аса назар аударатын дүние өте қатты маңызды мәселе деп айтуға болады. Бұл қыздардың құндылықтар өзгерді деп жатамыз ғой. Құндылықтардың өзгеруде заңды, бірақ бұл көп жағдайда құндылықтардың өзгеруі менталитеттің, мәдениеттің өзгеруіне әкеледі, қоғамның өзгеруіне алып келеді. Ал енді қазір қыздардың арасындағы төбелестер, қыздардың арасындағы буллинг жасау, бір-біріне үстемдік жасау, осы көп жағдайларды естіп жатырмыз ғой. Қыздардың қасындағы қысымға шыдай алмай терезеден секіріп кетуі деген жағдай, қыздардың төбелесуі, жаман сөздерді көп айтуы деген мәселе бұл қоғамда бір үлкен дертке айналып бара жатыр. Бұл неден себебі? Біз енді гендерлік теңсіздік деген мәселені соңғы кезде, осы соңғы 20-30 жылдың төңірегінде көп айта бастадық. Біз өмірімізге ендіре бастадық. Тіпті мемлекеттің даму бағыттарында осы мәселеге көп көңіл бөлеміз. Гендерлік теңсіздік деген біздің қазақ халқына тән нәрсе емес еді. Менің түсінігімде, менің зерттеуімде қазақ халқы әйелін бағалай білген, әйелін өзімен тең ұстаған, әйелдер тіпті ерлердің орнына жауға шапқан, ерлері соғысқа кеткенде балаларын өсіріп, ата енесін бағып өскен ұрпақтың өкілі екенімізді біз мақтаныш тұтамыз. Мықты, осы қоғамның мықты болып тұрғаны мықты аналардың арқасы екенін де мойындаймыз. Тарихта оған бізде көп дәлелдер бар. Бірақ кешегі нарықтық жағдайда біз ерлерді өзінің рөлін атқаруға, әкелік, отағасылық, асыраушылық, отбасының тірегі, отбасының тәрбиешісі деген рөлінен айырылып қалуға алып келдік. Неге? Біздің ер азаматтар қоғамға беріліп, қоғамды дамытуға жұмыс істеп жүрген ер азаматтар өзінің негізгі рөлінен айырылып қалды. Жұмыстар қысқарды, жаппай, жаңа өмірге бет алу керек болды. Мынау алып сатарлыққа, саудагерлікке, тіпті коммерсанттық, бизнесмендік деп айтқан нәрсенің өзін қабылдауда көп адамдар тартынып қалғаны, ұят санағаны, біз анау саудагерлік, алып сатарлық дегенді санамызға сіңіріп өскен сырдың азаматы ретінде жаңа өмірге бейімделу қиын болды. Соның ішінде ер азаматтардың да өзін сындырып жіберу, өзін тез өзгертіп жіберу деген оңай шаруа емес. Мықтылардың мықтысы ғана барған шығар. Көп жағдайда адал жұмыс істеп, мемлекетке, өзінің кәсібіне, өзінің мамандығына адал адамдар өзінің мүмкіндіктерінен айырылып қалып, тіпті мүгедек, рухани мүгедектік жағдайға түсті. Тіпті сол жағдайда әйелдер осы нарықтық экономикада, жаңа өмірге бейімделуде әйелдер қазақ қоғамын алып шықты деп көп айтып жатамыз ғой. Сол біздің ер азаматтарды гендерлік теңсіздікке алып кетті деп айтам. Деп тұжырымдаймын мен өзім. Өйткені ер азаматтың орнына әйелдер шықты, әйелдер сауданы тезірек басқарды, әйелдер қоғамдағы жаңалықтарды тезірек меңгеріп кетті. Әйел баласының табиғаты ширақ, тез бейімделгіш, өмірдегі майда дүниелердің барлығын тез меңгеріп алуға бейім. Сондықтан да әйелдер сондай ауыр жұмыстарды атқарды, және ол ауыр жұмыстарды атқара жүріп, ол әйелге тән бүкіл эмоционалдық дүниелерін сыртқа шығарады, күйеуіне өкпелейді, жалғыз өзінің сондай шаруаны атқарып жүргенін көрсеткеннен кейін тілдің ащылығы да, жылау да, ажырасуы да, отбасындағы көп нәрселер өмірге келді. Соның нәтижесін біздің жемісіміз балалар көрді. Соның ішінде қыздар осы ер азаматтарға деген жек көрушілік, оларды қабылдай алмаушылық, олардың осал тұстарын мінеу, сынау, тіпті
әйелдердің белсенділігі көбейіп кеткені сонша біздің қазіргі қыздарымыз ер балалардан өздерін үстем қылатын болды. Оның бір себебі бұл мектептердің феминизациялануы деуге болады. Мектептегі мұғалімдердің көпшілігі әйелдер, сондықтан да қазіргі жағдайда ақша көбейгелі, мұғалімдік жалақының, айлықтың көбеюі, еңбекақының көбеюі ер азаматтарды мектепке қайтадан тартып жатыр. Бірақ мектептердің феминизациялануы, әйелдердің көбеюі, бұл әйелдердің белсенділігін, қыздардың белсенділігін тағы көбірек оятты деп ойлаймын. Себебі әйелдің тілін қыздар тезірек түсінеді. Біздің қыз бала өзі ата-анасының, әйелдің сөзін, үйдегі отбасындағы ананың сөзін тезірек түсініп, балабақшадан бастап, апай, Ержан горшокты дұрыс қоймай жатыр, апай, Нұрлан ойыншықты сындырып тастады деген сияқты кейбір ескертулерді апайларына айтудан бастап, бұлардың белсенділігі оянады. Тіпті апайдың сөзін қыздар тезірек түсінетіндігі сондай. Барлық сыныптарда класстың старосталары қыздар, сөйтіп қыздардың белсенділігі көбірек оянып, біздің қоғамда бұл бір жағынан қыздардың лидерлігін әкелсе, қыздардың қоғамдағы қайраткерлерін көбейтсе, екінші жағынан агрессия жағынан да көп өмірге өнімдер келіп жатыр деп ойлаймын. Ол мынау қыздардың арасындағы төбелестер, қыздардың арасындағы бір-біріне буллинг жасау, кикілжіңдер, бір-біріне күш көрсету, тіпті ер балаларды жабылып қыздардың ұрып кететін түрлі жағдайлары өмірге келіп жатыр. Қоғамдағы кез келген нәрсе, кез келген өзгеріс балалардың мінез-құлқынан көрініс табады. Мен барлық ата-аналарға, соның ішінде әкелерге, аталарға айтқым келеді. Өз орындарыңызды жоғалтып алмаңыздар деп. Сіз ұрпақ ертіп келесіз. Сіздің ұрпағыңыз, сіздің атыңызды жалғайды. Сіздің ізіңізден ерген ұрпақ сол мықты болу керек. Біреу баласына айтады екен, балам, дұрыс жүр, балам, абайла деп. Сөйтсе, баласы айтады, әке, сіз абайлаңыз, мен сіздің соңыңыздан келем ғой деп. Сондай-ақ әке болу деген бұл үлкен жауапкершілік. Ата болу да солай. Сондықтан артыңыздағы ұрпағыңыз адаспасын десеңіз, өзіңізге абай болыңыз. Ата-ана дегім келеді.